Барлығыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода ағылшын тіліндегі must және have to сөздердің айырмашылығы мен қолданылу туралы айтатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Ағылшын тілінде must және have to сөздері керек деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар екеуі де модаль етістіктеріне жатады. Бірақ бұл екі сөздің айырмашылығын көп адам білмейді. Ең алдымен must сөзінің қолданылу туралы айтып өтейін. Must сөзі жеке адамның нақты шешімін айтқанда және де ресми ережелерді айтқанда қолданылады. Мысалы, you must wear a seat belt when you drive. Сен машина айдаған кезде белдік тағуың керек деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл ресми ережеге жатады. Екінші жағдайда must сөзі болжам туралы айтқанда қолданылады. Мысалы, look at that snow. She must be freeze outside. Мына қарды қара, ол сыртта тоңып қалған болуы керек деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл жерде жеке адамның болжамы туралы айтылып тұр. Ал үшінші жағдайда must сөзі өзгермейтін шындықты немесе табиғат заңдылықтарын, сонымен қатар ақиқатты айтқанда қолданылады. Мысалы, plants must have light and water to grow. Өсімдіктерге жарық және өсу үшін су керек. Яғни бұл өзгермейтін заңдылық, сондықтан да бұл сөйлемде must сөзін қолданамыз. Must сөзінің болымсыз түрі mustn't деп айтылады. Бұл сөз тыйым салған кезде қолданылады. Яғни тыйым салынады деген мағынаны білдіреді. Мысалы, you mustn't use your phone when you drive. Сен көлік айдаған кезде телефоныңды қолданбауың керек деген мағынаны білдіреді. Яғни тыйым салынады деген мағынаны білдіріп тұр. Ал have to модальды етістігі жеке адамның міндеттемелерін айтқанда қолданылады. Мысалы, I have to wear a suit in my office. Мен кеңседе костюм киюім керек деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл жеке адамның басына қойылған міндеттеме. Сондықтан да have to етістігі қолданылады. Have to етістігінің must етістігінен басты айырмашылығы have to етістігі өткен шақта had to болып өзгере алады. Ал must сөзі тек бір формада ғана қолданылады. Have to етістігінің болымсыз түрі don't have to болып айтылады. Ал өткен шақта didn't have to болып айтылады. Яғни қажет емес, керек емес, немесе міндетті емес деген мағыналарды білдіреді. Мысалы, you don't have to be there on time. Сізге онда уақытында болу міндетті емес деген мағынаны білдіреді. Бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ал егер де түсінікті болса, дәл осы жерден видеоны тоқтатып, мына тест жұмысын өз еркіңізбен жасап көріңіз. Ал мен жауаптарымен бөлісейін. Ал енді жауаптармен таныс болайық. Міне достар, бүгінгі сабақ аяқталды. Сіздерге бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де сізге видео ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.